Саламатсыздар ма, құрметті Айқанат оқушылары. Бүгін біз сіздермен Айқанат олимпиадасының жауап парағын толтыруды үйренетін боламыз. Барлықтарыңыздың алдында осындай жауап парағы болады. Бұл жауап парағын толтыру үшін ең алдымен мына секторларға фамилия мен аты жөнімізді толтыруымыз керек. Мысал ретінде, мысалдағыдай Тимуров Тимур. Әрбір әріпті тек қана бір торкөзге жазу керек, және сол әріптің астына тек қана сол әріптің торкөзін бояу керек. Мысал ретінде Тимуровтегі бірінші Т әріпі, мына жақтағы тек қана Т-ны бояйсыздар. И-да тура солай, М-да тура солай, Р-да тура солай. Атында жөнінде тура солай, жаңағы сөйтіп бояйды екенсіздер. Енді қараңыздар, мына жерде өте маңызды нәрсе, мына бояйтын торкөздің сыртына сіздердің сияларыңыз шығып кетпеу керек. Міндетті түрде тек қана қара немесе қою көк сияны қолдану керек. Қызыл, жасыл немесе карандаш сияқты құрылғыларды қолдануға болмайды. Кейінгі нәрсе, біз емтиханды білесіздер 4 түрлі пәннен жазамыз. Ол эссе эрудит, ол математика, ол физика немесе ағылшын тілі. Әрбір оқушы тек қана бір пәнді таңдайды. Мысал ретінде, мен математикадан емтихан жазатын болсам, мына жерге көңіл аударсаңыздар, тек қана мына секторды сіздер толтыру керексіздер. Математика секторы. Басқа секторлар сіздерде бос қалу керек. Немесе физиканы таңдасаңыздар, тек қана физика секторын толтырасыздар да, басқа секторларға мүлдем тиіспейсіздер. Мына өте маңызды шарт. Егер сіз физиканы таңдап, мынаны толтырып қоятын болсаңыздар, сіздің жауаптарыңыз қате болып, олимпиададан төмен нәтиже алатын боласыздар. Сондықтан мұқият болу керек. Физика болса тек қана физикаға, математика болса тек қана математикаға толтыру шарт. Енді әрбір пәнде 30 сұрақ бар, мысал ретінде біз математиканы көрейік. Кітапшада жауаптардың бәрін шығарып болғаннан кейін, бұның барлығын осы жауап парағына енгізу керек. Мысал ретінде математикада бірінші сұрақтың жауабы Д болатын болса, Д-ны белгілеп үстін бояйсыздар. Дәл мына жердегі сияқты мына торкөздің сыртына шығуға болмайды. Жақсы ма? Өйткені торкөздің сыртына шығатын болсаңыздар, жауаптарыңыз сіздерге саңылмайды екен. Тура сөйтіп, әрбір сұрақта тек қана бір жауап болғандықтан, бір торкөзде бояп шығасыздар. Осы 30 сұрақты. Кейбір кезде біздің оқушыларымыз мынандай бір қателік жасап жатады. Мысал ретінде 14-ші сұрақты көрсеңіздер, Д деп белгілеген. Бірақ тағы бір тексеріп жатқан кезде Д қате болып С деп белгілейтін болса, байқасаңыздар 2 торкөз боялған. Бұл 2 жауапты да қабылдамайды. То есть сұрақтарыңыз қате болып есептеледі. Сондықтан қате болса да сол күйінде қалдырасыздар. Немесе кейбір оқушылар аутынан үстінен осындай бір крестиктер қояды. Бұлай да істеуге болмайды. Түсінікті ме? Енді соңғы маңызды бір нәрсе, бұл бізде толтырылатын осы 5 сектор. Ол нұсқа, ол сынып, ол облыс, ол аудан, ол және мектеп. Мына жерде түсінікті, нұсқа деген бұл кітапшаның сыртында болады. Мысал ретінде қолыңызға түскен кітапшаның сыртында 11-11 деген нұсқа болатын болса, бұл нұсқа нөмірін бұл жерге жазып, тура аты жөні немесе жауаптардағы сияқты торкөздерді бояп шығасыздар. Классыңыз 9А болатын болса, 9 пен А-ны бояйсыздар. Енді мына қалған 3 сектор өте маңызды. Бұлар міндетті түрде толу керек. Бұл 3 сектордағы информацияны, ақпаратты сіздер кімнен аласыздар? Сол жердегі экзамен жасап жатқан адамдардан алады екенсіздер. Мысал ретінде облыс. Қай облыстан келдіңіз, сол облысты сұрап, әр облыстың өзінің номері бар. Сол номер бойынша толтырады екенсіздер. Аудан. Тура сол сияқты. Сол жердегі экзамен өткізіп жатқан адамнан сұрайсыздар, мен мына ауданнанмын деп, сізге сол кезде өз ауданыңыздың номерін береді. Өте маңызды нәрсе мектеп. Мына жерде мұқият болу керек. Мысал ретінде сіздер 122-ші мектептен келетін болсаңыздар, мысал ретінде мына жерге 122 деп толтыруға болмайды. Себебі сіздің мектебіңіздің өзіңіздің жеке бір несі болады, коды болады екен. Сондықтан мектептің номерін ауданды айтқаннан кейін сізге мектептің өзінің кодын береді екен. Сол кодты мынаның ішіне толтырады екенсіздер. Жақсы ма? Ең соңғысы, бүкіл нәрсені толтырып болғаннан кейін мына жерге аты жөндеріңізді, мектептеріңізді және телефондарыңызды жазуды ұмытпаңыздар.